Бәріне ассалаумағалейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып басқалармен бөлісе кетеміз. Ганнибал Барка жаңа дәуірге дейінгі 247 жылы дүниеге келген. Ол бас қолбасшы Галлико Мари Барканың ұлы болды. 9 жасар бала ретінде Ганнибал Римнің ең нашар жауы болды деп уәде берді. Жас жігіт керемет тәрбиемен білім алды. Ол Ирбия тайпаларының бірінші тілдері мен диалекттерінен жетік меңгерген. Бұл оның әскери жорықтары кезінде өте пайдалы болды. Баркитатир отбасы ақсүйектері болды және де оның негізін қалаушы Элиса қаласының негізін қалаушы серіктерінің бірі деп саналды. Карибыған билігі тіпті белгілі бір дәрежеге Барка руынан қорқытты. Бірақ 26 жасында мүмкін әпкесінің күйеуінің қамқорлығымен және керемет сипаттамасымен Ганнибал әскерді басқарды. Билікпен әскери күшке ие бола отырып, ол Римге қарсы соғыс бастауға кез келген тіпті ең аз себепті іздейді. 2 жыл ішінде Ганнибал Пернидің солтүстік батысындағы Карфагеннің иеліктеріндегі едәуір кеңейтті. Жаңа дәуірден кейін 221 жылы ол адоктарға қарсы жорық жүргізіп, олардың негізгі қалаларын Алтая мен Карталаға шабуыл жасады. Жаңа дәуірге дейінгі 218 жылы Сагунтты басып алып, Киратканнан кейін алғашқы соғыс қимылдары күнгі бұл екінші пуникалық соғыстың басталуы болды. Жаяу әскері бар Ганнибал тау Альпі асуының өтпейтін бөлігі болып саналатын жағының Италияның иелігіне келді деп күтпеді. Бас қолбасшының алғашқы жетістіктері Титан, Тербия мен Канан өзендерін байқады. 2 жылдан кейін ол керемет жетістіктердің жаңа саясатын жеңіп алды. Римдіктердің көпшілігі оның жағына өтті. Ол Римге тікелей шабуыл жасамады, бірақ Италияда өз позициясын шоғырландырумен айналысты. Сонымен қатар шайқастар Сицилия мен Испанияда өтті. Бірақ содан кейін Ганнибал бақытсыздықтар мен жеңілістіктерге ұмтыла бастады. Алдымен оның бір ағасы Гедрис қайтыс болды. Содан кейін екіншісі Магонда өлтірілді. Сол ереже Капуинде бірнеше тирани түсті. Бірте-бірте римдіктер Ганнибалдың одақтас қалаларын басып алды. Оның ең жақсы командирлерінің отрядтары жеңілді. Карфаген жаңа дәуірге дейінгі 204 жылы ұрыс Африкаға өтті. Әскери жетекші шұғыл түрде отанға оның алаңдауына қарсы шақырды. 2 жылдан кейін командир римдіктер Сипикосының зам шайқасының өміріндегі жалғыз жеңіліске ұшырады. Мұның себебі наша оқылмаған армия болды. Нәтижесінде Карфаген оған қолайсыз әлем құруға мәжбүр болды. Шарттың негізгі шарты Римнің Испанияның барлық аралдарымен кетуге болды. Оларға сондай-ақ жаудың әскери кемелерін ұсынуға және де ай сайын өтемақы төлеуге мәжбүр болды. Карфаген Римді білместен кез келген ұрыс жүргізудің қатаң тыйым салды. Карфаген үшін мұндай әлем масқара болды. Ганнибал өз отанының тәуелсіздігін сақтауға ұмтылды және де Римге бағыну жоспарын жай ғана жойқын деп саналды. Нәтижесінде билік тарапынан түсінік таппай өмірін сақтап, ол Карфагеннен қашып кетті. Ақсүйектер басшылары соғыс қимылдары аяқталғаннан кейін әскери жетекші соттауға дайын болды, бірақ ол халықтың қолдауына ие болды және де өз қызметінде қалды. Рим жаңа дәуірге дейін 196 жылы Карфагеннің одақтасы Македонияны жеңді. Сол жылы Ганнибал супет лауазымына сайланды. Карфагеннің ең жоғарғы лауазымның тұлғасы. Халық жиналысының арқасында ол судьялардың сайлауына жыл сайын өткізуге қол жеткізді. Әр 4-2 рет қатыса алмады. Бұған дейін судья лауазымына тағайындалу мерзімі болған жоқ және өмір бойы болды. Бұл реформа үлкен саяси маңызға ие болды. Ол қоғамды демократияндыруға бағытталған болатын. Ганнибалдың өлімі. Қолбасшы Ганнибал Баркада тағы бір сенімді одақтасы болды. Сирия патшасы Антоха III Риммен соғыс қимылдарын итермелейді. Ол жаңа дәуірге дейінгі 192-188 жылдар аралығында жалғасты. Өзінің беделін пайдаланып стратег қазіргі саяси билікпен қатысы жағдайын тудырды және оны басып алды. Ол өте қатал әрекет етті. Шенеуніктер арқасында сыбайлас жемқорлыққа ашуланды. Бұл көптеген жаулар жасады. Римдіктер Ганнибалдың Антохпен байланысы туралы хабарланды. Рим үкіметі қолбасшысын беруді талап етті. Карфагеннің теріс жауабы жаңа соғысқа әкелетіндігін бөліп, Ганнибал елден қашып кетті. Ол
түнде атқа мініп кеме оны күтіп тұрған жерде жүгірді. Ол да Герика арқылына дейін жүзді. Содан кейін Тиреге бет алды. Кейіннен Антох жеңіп Ганнибалға Бетания патшалығындағы Критке қалай жүргізуге және де жасыруға болатын ештеңе қалмады. Римдіктер оны үнемі қудалады. Шаршаған және берілгісі келмейтін және де Рим елшілерінің қолына түскісі келмеген Ганнибал өзін-өзі өлтіруді шешті. Ол үнемі өзін бірге жүретін сақинадан уландырып, оларды ішті. Бұл қызық бейне Ганнибал өмірінің соңына дейін болған. Достар, видео ұнап жатса әлеуметтік желіге таратып басқалармен бөлісе кетеміз. Аман сау болыңыздар.